Таңғы сағат 5 шамасында полиция бөліміне белгісіз адам қоңырау шалып, қоқыстан баланың денесін тапқанын айтады. Бұл оқиға 2024 жылдың шілдесінде Пермь қаласында болған. Қала тұрғындары әлі ұйықтап жатқанда, екі үйсіз адам қоқыс жәшігінің жаңынан жап-жаңа үлкен қара пластик чемодан тауып алып қуанып кетеді. Чемоданды ашып қарағанда, ішінде мойнынан буындырылып, жүрек тұсынан пышақ пен ауыр жарақаттар алған ұл баланың денесін табады. Бала шамамен 7-8 жаста. Жедел жәрдем келгенімен көмектесе алмайды. Бала қайтыс болып кеткен. Мамандар баланың шамамен 10 сағат бұрын қайтыс болғанын анықтайды. Полиция бірден оқиға орнын қоршап, баланың кім екенін анықтауға кіріседі. Жақын маңдағы үйлердің тұрғындарына, мектептерге баланың фотосын көрсетіп, сұрастыра бастайды. Үйлердің біреуінде отыратын консьерж әйел баланы танитын болып шығады. Сұмдық-ай, бұл отбасын білемін, өте жақсы адамдар, тәртіпті, жағдайлары да жаман емес. 4 баласы бар, 2 ұл, 2 қыз дейді ол. Полиция қайтыс болған бала тұратын пәтерге барғанда есікті ешкім ашпайды. Көп балалы отбасының баласы өлтірілгені туралы хабар аулаға, тез арада бүкіл қалаға тарай бастайды. Бірақ полиция консьерж әйелдің қателескендігін анықтайды. Себебі ол айтқан көп балалы отбасы түгелдей саяжайға кеткен екен. Барлығы шулап, оларға қоңырау шала бастаған соң, олар полицияға хабарласып, барлық балаларының аман-есен қастарында екендігін айтқан. Жергілікті телеканал жаңалықтарда осы жаға ұстатарлық жағдай туралы хабарлайды. Тұрғындардың бұл хабардан денелері түршігеді. Бұл жаңалықты сұмдық-ай деп пенсионер Давыдовтар отбасыда көріп отырады. Полиция қызметкерлері алдымен қоқыс контейнерлерінің маңындағы, кейін бүкіл қалалық камераларды қарап шығып, қала орталығындағы чемодан сүйретіп жүрген әйелге көздері түседі. Үстінде ашық түсті свитер мен джинсы киген арықша келген әйел түнде қала орталығында Кама өзенінің бойындағы көпірде қара чемоданды сүйретіп бара жатады. Бәлкім ол чемоданды өзенге лақтырмақ болған шығар, бірақ шамасы жетпеген сияқты. Өйткені чемодандағы 7-8 жастағы баланың салмағы шамамен 25-30 килограмм, ал әйелдің өзі аласа бойлы, нәзік көрінеді. Көпірден кейін ол чемоданмен кері қайтып, орталық көшеге қарай беттейді. Келесі камера оның жер асты өткелінен чемодансыз шыққанын көрсетеді. Әйелдің фотосын жаңалықтардан көрсетіп, егер бұл әйелді танитын болсаңыздар, дереу полицияға хабарласыңыздар, дейді журналист. Осы кадрларды теледидардан көрген Валерий мен Галина Давыдовтар суреттегі әйел олардың туған қыздары Ирина Давыдова екенін көріп шок болады. Олар тез арада қыздары Иринаға қайта-қайта телефон соғады. Ирина тұтқаны көтермейді. Немерелері Леваға звондайды. Одан да жауап жоқ. Сұмдықты сезген олар дереу арада көлікке отырып Пермь қаласына жолға шығады. Олар қаладан 10 шақырымдық жерде саяжайда тұрып жатқан еді. Иринаның пәтеріне жеткенде ешкім есікті ашпайды. Давыдовтар сол жерден полицияға хабарласады. Полиция келіп пәтерді ашқанда, ішіндегі көрініс үрейлі болды. Үй іші өте таза, тек заттар шашылып жатыр. Шкафтардың есіктері ашық. Ең қорқыныштысы, диванның үстінде қоңыр дақтар бар. Полиция Валерий Николаевичке баланың мәйітінің суретін көрсетіп, сіздікі ме деп сұрайды. Иә, бұл менің немерем, Лев Шатов, деп жауап береді Валерий Давыдов. Бұл Пермь тарихындағы ең сұмдық қылмыстардың бірі Ирина Шатованың хикаясының басы. Қалайша мінсіз ана өз баласын өлтіріп, оның денесін чемоданға салып, қоқысқа тастап кете барды. Оны мұндай шексіз қатыгездікке не итермеледі? Осындай ауыр қылмысты жасаған Ирина Шатова кім? Ирина Давыдова 1989 жылы Ресейдің Пермь қаласында қарапайым отбасында дүниеге келген. Әкесі ішкі істер органдарында қызмет еткен, зейнеткерлікке подполковник шенінде шыққан.
Анасының кім болғаны туралы нақты ақпарат жоқ. Ол екі ағасынан кейінгі жалғыз қыз. Мектеп бітіріп, политехникалық институтқа оқуға түседі. Институтты белгісіз себептермен аяқтамаған. Өзінің курстасына күйеуге шығып, көп ұзамай ажырасқан. Таныстары Иринаны өте сабырлы, көңілді, ашық жарқын қыз ретінде еске алған. 2013 жылы Ирина Сергей Шатов деген жігітті кездестіреді. Ирина Сергейді әскерден тосып, 2014 жылы екеуі ресми түрде некелерін тіркейді. Қалыңдық той көйлегін, күйеу жігіт смокинг кимейді, бірақ екеуі де өте бақытты еді. Сол күні жас жұбайлар естелікке қолдарына жаңа өмір деген жазуы бар тақтайшаны ұстап суретке түседі. Ол кезде Сергей Lexus компаниясында сату менеджері, ал Ирина клиенттермен жұмыс істейтін маман болды. 2015 жылдың көктемінде Ирина декреттік демалысқа шығады. Сол жылдың жазында олардың ұлдары Лев дүниеге келеді. Жас атана әлеуметтік желілерде өте белсенді еді. Әсіресе Сергей Шатов Family хэштегімен отбасының, баласының суреттерін күлкілі жазбалармен жариялап, әкелік сезімін үнемі мақтан етіп жазып отырады. Ирина мен Сергей басында жалдамалы пәтерде тұрғандықтан, екеуінің ата-анасы теңдей ақша қосып, оларға шағым болса да өз пәтерлерін алып береді. Жас отбасының өмірге шағымданатын еш себебі жоқ. Сергей бұрынғыдай Lexus компаниясында жұмыс істейді, Ирина баламен үйде, олардың тәтті ұлдары күн санап өсіп келе жатыр. Ирина ұлын қатты жақсы көргені соншалық, тіпті оны балабақшаға бөтен адамдардың ортасына бергісі келмейтінін айтады. Өйткені оның өз отбасында балалар балабақшаға бармаған. Ол ұлын жапондық Махо Сашитиде әдісімен тәрбиелейді. Бұл әдіс көп мақтау, қатаң жазаламау, балаға күніне 30 минут арнайы карточкалар арқылы ойын түрінде сабақ өткізіп, баланың миын дамытуды көздейтін әдіс. Бірер жылдан соң Ирина Сергейге парктың қасына жақын, үлкендеу, жайлы, заманауи үй алғысы келетінін айтады. Сергей ол ұсынысты бірден қолдап, олар ипотекаға жаңа пәтер алады. Ипотеканы төлеу қиын болмайды, өйткені Сергейдің тұрақты жұмысы бар. Кішкентай Лева 6 жасқа толғанда Ирина оны мектепке бермейді. Баласын өзі үйден оқытатынын мәлімдейді. Сергей әйелімен келіседі. Сонымен Лев үнемі үйде, анасының қасында, далаға шықпайды, достары жоқ, мектепке бармайды. Негізі ресейлік заң бойынша бала үй жағдайында оқыған күннің өзінде белгілі бір мектепке тіркеліп, қажет кезде керекті нормативтерді тапсырып отыру керек болған. Бірақ Ирина Левті ешқандай мектепке тіркемейді. Лев өте ақкөңіл, ақылды бала. Анасына өте жақын, анасымен бірге ұйықтайды. Анасы оны еркелетіп қасықпен тамақтандырады. Егер анасы бір жаққа кетсе, көңілі түсіп ойнамай, тіпті тамақта ішпей қоятын. Анам қашан келеді деп қайта-қайта сұрап, оны тағатсызданып күтіп отыратын. Анасы бір жаққа кетсе, ол әкесімен, немесе өте сирек жағдайда ата-апасымен қалатын. Әкесі қайтыс болғаннан бастап Сергей қатты күйзеліске түседі. Сөйтіп жүріп, бір күні жұмыстан шығып қалады. Ипотека бар, жалпы өмір сүруге қаражат керек, ыңғайлы жаңа жұмыс табыла қоймайды. Ирина отбасының қаржылық жағдайын жақсарту жолын ойлай бастайды. Ирина негізінен математик еді, сондықтан ол бағалы қағаздармен сауда жасау, яғни трейдингті зерттей бастайды. Ол компаниялардың акцияларын арзан бағада алып, олар қымбаттағанда қайта сатумен айналысады. Өзінің трейдингте қабілеті бар екенін түсінген Ирина енді өзінің ғана емес, басқа да адамдардың ақшасын алып, оларға ай сайын үстінен көрген пайызынан ақша беріп, бизнес жасай бастайды. Клиенттерді табуға Сергей де көмектеседі. Ол бұрынғы жұмысында істеген адамдарды тартады, себебі ол жерде дәулетті адамдар бар болатын. Бизнес жақсы жүріп, инвесторларда, Шатовтарда жақсы пайда көре бастайды. Ирина енді үйде емес, Жемчужина деген қонақ үйдің ішінен кеңсе жалдап жұмыс істей бастайды. Бұл кеңсеге кейінірек біз оралатын боламыз. Ал әзірге оқиғаны жалғастырайық. Сонымен Иринаның табысы көбейіп, олар жиі саяхаттай бастайды. Барлық сапарларына балаларын бірге алып жүреді.
Сергей әлеуметтік желіге Леваның суреттерін жиі салып тұрады. Бірде футбол ойнап жүр, бірде жай ғана бірге отырған сәттер. Лева спортқа да үйрене бастайды. Әкесі оны жүзуге де баулиды. Алайда отбасылық өмірдің 8-ші жылында Ирина мен Сергейдің арақатынасы суи бастайды. Иринаның енесінің айтуы бойынша ажырасуға бел буған Ирина. Себебі ол басқа еркекпен жүріп кеткен. Сергей ажырасуды өте ауыр қабылдайды. Себебі ол әйелін жақсы көретін және ұлы Леваны қимайды. Екеуі ресми түрде ажырасқанда сот Левті анасымен қалады деп шешеді. Ажырасуға қаржылық қиындықтар да себеп болған болатын. Себебі басында өте тиімді болған трейдингтен көп табыс табу үшін олар көбірек адам тартып, ақша салу керек деп шешіп, туыстары, тіпті өздерінің туған ағаларынан да миллиондап ақша алады. Ипотека төлегенше тұрып жатқан пәтерімізді сатып, оның ақшасын акцияға салып көбейтуге болады деген үміттері де сәтсіздікпен аяқталған болатын. Ақыры Сергей Америкаға кетуге бел буады. Бірақ виза ала алмағандықтан ол жаққа Мексика арқылы бармақшы болған жерінен ұсталып, шетелдік түрмеге жабылады. Иринаның баламен үйсіз қалғанын көрген ата-анасы түсінікпен қарап, оларға өз үйлерін беріп, өздері саяжайға көшеді. Ирина сол пәтерде баламен жалғыз тұрады. Сүйіктісі Артур оның қаржылық қиындықтары туралы білді, бірақ ол не істей алады? Иринаға тек сөзімен көмектеседі. Трейдинг жүйкені өте жұқартатын стрессті сауда. Ол жерде ертең не болары белгісіз. Ирина онда елдің үлкен көлемдегі ақшасын салып отыр. Тез шешім қабылдай білу керек. Егер шешім қате болса, барлық ақшадан айырылу қаупі жоғары. Ал дұрыс шешімнің қандай екенін ешкім алдын ала біле алмайды. Ирина осы іспен айналысқандықтан, оның салымшылары болғандықтан, ол жұрттың алдында өзін барынша сенімді, табыскер бизнес-вумен ретінде көрсету керек. Сондықтан ол әлеуметтік желіге өзінің спортзалда, сұлулық салонында отырғанын жиі жариялайтын. Бір күні Ирина сауда барысында бірден ірі көлемді ақшаны жоғалтып алады. Мұндай жағдай саудада әрине болып тұрады. Жоғалтқан ақшаны қайтару үшін ол қарыз алып, жағдайды түзетемін деп үміттенеді. Бірақ тағы да сәтсіздікке ұшырайды. Иринаның саудасынан күдіктенген Сергейдің бұрынғы танысы инвесторлардың бірі өзі берген 10 миллионды бірден қайтаруды сұрайды. Шатова ақшаны қайтара алмайтынын, оның шотының уақытша бұғатталып тұрғанын, тоса тұру керек екенін айтып, уәдесін береді. Алайда кейінірек барлық ақшаның жоғалғаны белгілі болады. Оның үстіне Сергейдің ағасы да берген ақшасын қайтаруды талап ете бастайды. Күннен күнге ақшасын қайтаруды талап еткен, кездесуді сұраған инвесторлардан шаршаған Ирина енді үйден шығудан қалды. Дүкенге де бармайды. Тамақты үйге тапсырыс беріп алдыратын болды. Ол инвесторларға пайыздарын жаңадан келген инвесторлардың ақшасы арқылы беріп, ақыры саудасы пирамидаға айналғанын түсінеді. Қарыздан қатты қысылған Ирина сүйіктісі Артурға егер маған бірдеңе болса, барлығына коллекторлар кінәлі екенін біліп жүрерсің деп айтады. Ал Артур болса оған қарыз үшін ешкім адам өлтірмейді, қорықпа, бір мәнісі болады деп жұбатады. Қатты стресстен Ирина тамақтанудан қалады. 34 жасында салмағы 45 килограмм болып қалады. 2024 жылдың маусымына қарай Иринаның жалпы қарызы пайыздармен бірге 62 миллион рубльға жетеді. Бұл біздің ақшамен санасақ шамамен 310 миллион теңге. Жалпы алғанда оның 15 инвесторы болған. Иринаның сүйіктісі Артур оған қоңырау шалуында келуінде тоқтатады. Ал клиенттер керісінше жиі хабарласып, қашан ақша қайтарасың деп сұрай береді. 11 шілде күні Ирина мен Лева Иринаның ата-анасының саяжайына барады. Қыздарының азып тозған күйін көрсе де, олар ештеңе байқамайды. Сөз арасында Ирина анасына қарыздары бар екенін айтады, бірақ тікелей көмек сұрамайды. Атасы немересін қайықпен серуендетіп, олар балық аулайды, суға шомылады. Сөйтіп, Лева мен Ирина үйлеріне қайтады. Ирина жеткенде анасына барлық жақсы деп SMS жазады. Келесі күні, яғни 2024 жылдың 12 шілдесінде қорқынышты оқиға басталды.
Мен өзімнің YouTube каналымда өмірде болған әртүрлі қылмысты оқиғаларды баяндаймын. Бұл подкасттар ағартушылық мақсатта түсіріледі. Тыңдармандарым өзгелердің қателіктерінен сабақ алса екен деймін. Сізден сұрайтын бір ғана өтінішім бар. Егер подкаст ұнаса, лайк басып, каналыма жазылып, пікір жазуды ұмытпаңыз. Бұл мен үшін үлкен мотивация. Тіпті ұнамаған тұстары туралы да жазыңыз. Келешекте кемшіліктерді түзетуге тырысамын. Подкасттың басында айтқанымдай, сұмдық оқиға орын алады. Полицияға табылған баланың Лев Шатов, ал оның өлтірген анасы Ирина Шатова екені белгілі болады. Иринаның пәтерінде тінту жүргізгенде ол жерден ұзындығы 25 сантиметрлік пышақ, қарыз қолхаттары, жыртылған беттері бар Иринаның жеке күнделігі табылады. Ал Иринаның өзі 13 шілде күні өзі бұрын бөлме жалдап жұмыс істеген «Жемчужина» деген қонақ үйдің үстіңгі қабатында жасырынып отырған жерінен ұсталады. Оның жүзінде өкініш те, қорқыныш та, тіпті жылағанның ізі де болмаған. Ол полицияға еш қарсылық көрсетпей, хаттамаға өте сабырлы түрде қол қойған. Киімін ауыстырып үлгеріпті. Ашық түсті свитердің орнына ағылшынша «Бұл жалғаннан жүрегім айниды» деген жазуы бар худи киіп алған екен. Ол өзін кінәлі емес, өмірдің құрбаны ретінде сезінгендей көрінді. Алғашқыда ол полицияға «Баламды коллекторлар өлтірді. Менің қарызым көп еді. Үйге белгісіз 2 адам келді» деп мәлімдеме жасайды. Әлгі адамдар мені белбеумен байлап, баланы басқа бөлмеге алып кетті. Қорыққаннан есімнен танып қалдым. Есімді жиғанда баламды өлтіргенін көрдім деген. Не себепті қалада чемоданды сүйреп жүргені сұралғанда, ол шок жағдайында болғанын және өз-өзіне қол жұмсағысы келгенін айтқан. Полиция камераларды тексергенде 12 шілде, яғни баланың өлімі болған күні, олардың пәтерлеріне ешкімнің келмегенін анықтайды. 7 сағаттан кейін Ирина тағы да тергеушілермен сөйлесуді сұрап, сол кезде ұлын өзі өлтіргенін айтады. Иринаның айтуынша, ол қатты стресте болғандықтан, қарыздары көп болғандықтан өзін өлтіруді жоспарлаған. Өзі өлсе, баласы жалғыз қалатыны, баласының өзінсіз өмір сүре алмайтынын түсінгендіктен, алдымен баласын өлтіруді жөн көрген. Полиция Иринаны пәтеріне апарып, баласын қалай өлтіргенін көрсетуді сұрағанда, ол барлығын көрсетіп сипаттап береді. Ол қуыршақтың көмегімен өз баласын қалай буындырғанын, пышақты қалай сұққанын, еш даусы дірілдемей, техникалық нұсқаулық оқып тұрғандай баяндап берген. Қасында тұрған тәртіп сақшыларының өздері оның мұндай тасбауыр тыныштығынан түршіккен. Ол өз баласы туралы емес, бөгде бір зат туралы айтып тұрғандай әсер қалдырған. Оның айтуынша, қылмыс жасаған кезде баласы диванда теледидар көріп отырған. Ирина қолына телефонның зарядкасын алып, баланың арт жағынан келіп, оны мойнынан буындырып өлтіреді. Баласы қарсыласуын тоқтатқан кезде жүрек тұсына бірнеше рет пышақпен соққы жасайды. Осыдан кейін баласының денесін простыняға орап, чемоданға оның сүйікті жастығын салып, соның үстіне баланың денесін орналастырған. Чемоданды сүйретіп, түн ішінде далаға шығады. Көп қабатты үйлердің бірінің балконынан өзенге қарап ұзақ отырады. Алғашында чемоданды суға лақтырып жібермекші болып көпірге барған. Сосын шамасы жетпей чемоданмен қалада ұзақ сандалып жүреді. Әбден шаршаған ол, таңғы 4 шамасында чемоданды қоқыс жәшігінің маңына тастап, өзі «Жемчужина» қонақ үйіне аттанады. 1 сағаттан соң өкініштен бе, әлде қылмыс ізін жасыру үшін бе, ол жағы белгісіз, Ирина такси шақырып қайтадан тастаған чемоданды іздеуге аттанады. Таксистке «Күйеуіммен ұрсып, ашу үстінде чемоданымды қоқысқа тастап кеттім. Соны тауып алайықшы» деп өтінген. Олар бірнеше қоқыстарға барады. Ақыры тастаған қоқысты тапқан кезде ол жерде полиция қызметкерлерінің жүргенін көреді. Таксист «Мыналар сіздің чемоданыңызда бомба бар» деп ойлап қалды деп күледі. Ирина бірден чемоданды алғысы келмей қалғанын айтып, таксистке өзін тез арада қайтадан қонақ үйге апарып тастауын өтінеді. Ұлы Левтің қайтыс болғаны туралы хабарды Сергей бірнеше күннен кейін ғана шетелдегі түрмеде отырып естіген.
Иринаның қылмысы бойынша негізгі сот үкімі 2025 жылдың 18 наурызында Пермь қаласында өтті. Оған 18 жыл түрме жазасы берілді. Жазаны жалпы режимдегі колонияда өтейді. Сот процесі кезінде Ирина өзін қоршаған ортадан оқшаулап тастағандай болды. Ол ешкімнің көзіне қарамауға тырысты. Көбіне басын төмен салып, немесе бос кеңістікке қарап отырды. Тек анасы мен әкесін көргенде ғана оның жүзінде сәл де болса тірі адамның белгісі пайда болғандай еді. Оның соңғы сөзінде өкініштен гөрі өзін ақтауға тырысу басым болды. Мен оны жақсы көрдім, мен оны құтқарғым келді деген сөздерді айтқанда, оның дауысы жасанды шыққандай көрінді. Бұл шынайы махаббат емес, бұл оның бұрмаланған логикасының нәтижесі еді. Бүгінде Ирина колонияда. Оның 62 миллион рубль қарызы әлі өтелген жоқ. Бірақ ең ауыр қарыз ол емес. Ең ауыр қарыз 9 жасар Левтің қиылған өмірі. Ол анасына сенді, анасына ғана арқа сүйеді, ал анасы оны чемоданға салып қоқысқа лақтырды. Иринаның трагедиясы бұл тек қарыздың хикаясы емес. Бұл үлкен менмендіктің қасіреті. Ол бәрін өз бақылауында ұстағысы келді. Баланы балабақшаға, мектепке бермей, өзім ғана дұрыс тәрбиелеймін деді. Қаржылық қиындықта да ешкімге айтпай, өзім ғана шешемін деді. Ол өзін Құдай сезінгендей болды. Баласының тағдырын да, өлімін де өзі шешпек болды. Біздің қоғамда сырт көзге керемет болып көріну, ішкі проблемаларды Инстаграм сияқты әлеуметтік желілерде жылтырақ суреттермен жасыру үлкен індетке айналған. Ирина Шатова сол жылтырақ әлем мен ащы шындықтың арасындағы алшақтыққа шыдамады. Ол баласын құтқардым деп ойлады. Бірақ шын мәнінде ол өзінің жеке тозағынан қашты. Бұл махаббат емес. Бұл адамның өз қателігі үшін қорғаусыз жанды құрбандыққа шалуы. Егер ол дер кезінде менмендігін ысырып, маған көмек керек деп айта алғанда, 9 жасар Лев бүгін тірі болар еді. Ешқандай ақша, ешқандай қарыз адам өмірінен қымбат емес. Осы подкасттың сілтемесін жақындарыңызға жіберіңіз. Мүмкін бұл біреуге дер кезінде ой салып, үлкен қателіктің алдын алар. Егер басыңызға күн туса, үндемей қалмаңыз, көмек сұраңыз. Өйткені үнсіздік пен өтіріктің соңы осындай қара чемоданға әкелуі мүмкін. Жақындарыңызға абай болыңыздар. Подкастты соңына дейін тыңдағандарыңызға үлкен рахмет. Келесі подкастта кездескенше аман, сау болыңыздар.